Шымкент қаласындағы елбасы атына берілген даңғыл бойында бейберекет коммерциялық құрылымдар салынып кеткен. Яғни қызыл сызықтан өтіп кеткен, жасыл желек аймағын басып кеткен. Ең сорақысы қонақ үй жанындағы балабақшаға кері әсер етуде. Мән-жайдың анық-қанығын әріптесім Айкерім Егізбек таныстырсын. Бұл Шымкент қаласы әкімдігінің маңайы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы. Осы бойда атауы жоқ көшелерден шатасасың. Дәл осы атауы жоқ көшенің қиылысында Sky Park Лондонград коммерциялық ғимараттары тұр. Жергілікті халық аталмыш ғимараттардан келген зиян болмаса пайда келтіріп жатқан жоқ деп базынасын жеткізуде. Біздің енді осы 084-ші орам дейді, осы жерде 4 көше бар. Осы көше тұрғындарының қарсылығына қарамастан мынау осындай коммерциялық ғимарат тұрғызылды. Өзі бұл тұрғызылғанына бір 3-4 жылдың көлемі болды. Кезінде ойбай не дейсін, жаңағы құзыретті органдар бізге рұқсат бермейді екен. Қызыл сызықтың үстінде тұр, бұл жердің астынан жаңағы теплотрасса басқасы бар, газ трубасы бар өтіп жатқан. Бұл жерде жаңағы ночной түнгі клуб дейді, жаңағы караоке дейді, жоғарда жаңағы мейрамханасы бар, мейманханасы бар, жаңағы қонақ үйден келушілердің терезеден небір шыққан дауыстары, жанды түршігер дауыстары, мынау 4 метр жерде тұрған мынау бөпештер деген мынау балабақша тұр. Соның жаңағы терезеден лақтырған дүниелері адам айтуға ауыз тілі бармайтын. Соны жаңағы балдар ұстап, жаңағы шұқылап, қызық көріп, балдар келіп кетіп жатқан балдардың сондай масқара болып жатқан жайымыз бар. Оның жаңағы осы жердегі үлкен кісілер тұрады, жағасын ұстайды, енді айтуға өздері ұялады. Осындай жерде біз тұрады екенбіз дегенге дейін бәрі ұят нәрсе дейді. Ол аз десеңіз, осы ғимараттарды жағалай тағы да бір нысан салынып жатыр. Бұл бүткіл 084 орам тұрғындары кірер тілдей жалғыз көшенің стандартты көлемінен қысқартылып көлікпен қатар жаяу адамның кіріп шығуына мың болады. Бұған жергілікті халықтың өкпесі қара қазандай. Үлкен жолмен келгенде үйімізге қарай бұрыламаймыз. Сол бұрылса тура сол бетонда оның бетонда соғып қойған асханасы соғылып жатыр. Мынау бір машина кірсе екінші машина шыға алмайтындай дәрежеде болып жатыр. Бізге бұл ешқандай пайдасы жоқ бізге. Айналасында пиво ішкен бала ешкендер жүреді. Мас төбелескендер болады жазда. Жас балдар, той болады, басқа болады. Бізге вообще бұның керегі жоқ, алып тастау керек бұндай нәрсені. Назарбаев даңғылының бойында жаяу жүргінші жолағы тұр. Бірақ сол жолақ тайға таңба басқандай нақты сызылмай, көзге көрінбей тұр. Осы орайда бұл мәселеге Шымкент қаласы жолаушылар көлігі басқармасы мен полиция департаменті атсалысса игі. Бұған жергілікті тұрғындардың өкпесі де өршіп тұр. Жаяу жүргіншілер жолағынан өткенде жанымызды шүберекке түйіп, иманымызды үйіріп өтеміз дейді жергілікті халық. Мен пешеходтан біз өтемаймыз. Балдарымызды сабақтан әкелу үшін пешеходта түргеп бүйтіп тұрамыз. Содан кейін барып машина тоқтайды. Әпешем басы мұжып бір кісіні өлтіріп кеткен. Соны айттық біз. Балдарымызды арғы беттен қалдыртып, сөйерде тұрғызып, үйімізге жетектеп алып барамыз. Бізге осы проблема біріншіден де. Бұда проблема бізге. Мына машинаның жүрісін өздеріңде көріп тұрсыңдар. Мен специально тоқтаймын, мына жерде тоқтаймын. Одан кейін бар машинаның тоқтаған тоқтайды, тоқтамаған тіке өтіп кете береді. Ешқандай даже тоқтамайды да. Тоқтағандарға рахметімді айтып өтіп кетем. Рахмет шырағым тоқтағаның үшін деп. Дірілдеп өтеміз әңгіменің ашығы. Дірілдеп. Өліп қаламыз ба бір күні балдарымыз басып кете ме деп. Оның үстінде мынау біздің кішкентай балдарымыз мектепке барамайды, жолдың арғы бетіне өте алмай жатыр. Мына пешеходқа даже өздеріңіз қарасаңыздар, мына пешеходқа жеңіл көліктер тоқтамайды да. Кішкентай балдарымызды өткізуге қорқамыз берін. Мектептің арғы бетіне өзіміз жаяу апарып, өзіміз жаяу алып келіп жатырмыз көлігімізбен. Мына тротуар тұр. Тротуардан былай қарай 3 метр жол қалдыру қайерде бар ол? Бүткіл ел өтеді жерден. 3 метр жолдан қандай машина өтеді? Мүмкін емес қой. Осының бәрін бізге мына әкімшілік болып, сіздер болып, бізге заңды түрде шешіп берсеңіздер. Мына мекемемізге келтіріп тұрған зиян мына жолымыз тартылып отыр. Мына біреуді газдың үстіне соқты, астынан газ өтіп отыр. Ертең міне жерге машина қойып тастайды да, одан біз өте алмай қаламыз. Көшеміз тар. Мына жақтан келатқан машина, шыққан машина айқасып тұрып қалады. Бұған кім рұқсат берген, білмеймін, қандай органның өйткені астынан газ өтіп жатыр, ол жерге мүмкін емес қандай құрылыс болса бар. Сол үшін осыны бір заңдастыру керек шығар деп ойлаймын.
Тұрғындардың айтқандай ақ бар екен. Көзді ала бере, жаяу жүргіншілер жолағында жол көлігі апаты орын алды. Куәгерлердің айтуы бойынша, жаяу жүргінші жолақтан өте бергенде, екі көлік бір-біріне соқтығысып қалған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Мәселеге қайта оралсақ, жергілікті халықтың назын осы уақытқа дейін елемей келген мекеме басшылығы көзбояушылыққа салды ма, күдірейген жалы жығылып кері шегінді. Тіпті аталған жайтқа байланысты мардымда жауап бермеді. Кезінде клубқа, гостиницаға не өтсөге рұқсат бердіңіздер? Кім берді? Сіздер да? Біз берген жоқпыз ешқандай. 3 жылдан бері істеліп жатыр. Неге жауап алмадыңыздар? 3 жылдан бері істеді ғой. Мен жақындалып енді сөйлесіп көрейік, білмеймін мен не екен. Өзім әлі сөйлескен де жоқпын, қазір айтсын не екен. Ұнамаса алып тастаймыз, енді амал жоқ, не істейміз? Менің рабочийларым істейді, мен білмеймін оны. Бәрін ертеңгі. барлығы сіздің алдыңызда өтеді ғой. Иә. Шымкенттегі мен деген даңғылдардың бірі дәл осы Нұрсұлтан Назарбаев есімінде. Бірақ мұндағы көшелердің көпшілігін байқап қарасаңыз, көшелердің атауы жоқ. Ал көшенің атауы жоқ болғаннан кейін 102 мен 103 қызметкерлері дер кезінде оқиға орнына жете алмауы сөзсіз түсінікті емес пе? Мұны жаны қиналып бастан кешкендер ғана түсінер. Жергілікті халықтың шамына тиіп келген жағдай бойынша осы уақытқа дейін талай жерге өтініш арыз бергеннен қандай да бір өзгерістер орын алмаған. Әбден күйінген Қараша Шымкент қаласының әкіміне арнайы арыз жолдады. Онда осындай заң бұзушылықтарға жол берілген тұлғаларға тәртіптік шаралар қолданып, заңсыз соғылған ғимараттарды сот шешімі арқылы жоюды қарастыруын талап етіп отыр. Президентіміз айтып жатыр, халықтың жаңа естетін үкімет құрып жатырмыз, тыңдайтын үкімет құрып жатырмыз дейді. Бізге келгенде осы жер мынау жаңағы өгей баланың күнін кешіп жатырмыз. Мына жолағымызды қараңыз, осы жерден бір ақсақалымыз осы жолақтан өтем уақытында жаңағы көліктің астында қалып қайтыс болды. Айкер Мегізбек, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.